Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің видеомыз киви жемісіне арналады. Құрметті көрермендер, біздің каналымыздың 90%-ін каналымызға тіркелмеген оқырмандар мен көрермендер қарайды екен. Сіздерден өтініш, біздің каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс болып келеді. Бұл жеміс киви құсының құрметіне аталған. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзамызға өте пайдалы болып келеді. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланатындықтан да осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар өте көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осы тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, атеросклерозда, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенімен, осыншама пайдасы болса да, кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде астыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғар адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқан жөн. Осы кивидің витаминдеріне тоқтала өтетін болсақ, киви орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасы 230%-ға өтеді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және басқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ, киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Киви жемісінде серотиннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеу үшін маңызды зат болып келеді. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді. Инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы болып келеді.
Кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар, ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректерге тоқтала өтсек, киви жемісінің құрамындағы флавоноидтар мен каротиноидтердің онкоциногендік әсері бар екені дәлелденді. Олар ДНК-ны тотықтанудан қорғайды және рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен, киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амина қышқылдардың аргинины импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданады. Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігу мен аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек, кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркендуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі, шырышты қабаты ісініп, ауызда ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Егер де сіз кивиді сатып алғыңыз келсе, онда тым қатты емес және қатты жұмсақ емес, орташа кивиді таңдаңыз. Және алған уақытта кивидің шіріп кетпеуін немесе ұрылмаған кивиді таңдауыңыз жөн. Себебі кивидің ұрылғаны немесе шіріген кивиді таңдасаңыз, ол 50% қасиетін жоғалтқан болып есептеледі. Сонымен қатар, кивидің бетінде ешқандайда дақтардың болмауы қажет. Сонымен қатар кивидің қандай пайдалы қасиеттері бар. Яғни бұл иммундық жүйені нығайтады, суықтаудың алдын алады, токсиндер мен нитраттардың әсерін бейтараптандырады, жүректі нығайтады, гипертонияның алдын алады және емдейді, қанның холестерин деңгейін төмендетеді, ас қорытуды жақсартады, асқазанда ауырсынуды жеңілдетеді, бүйректен тастарды жояды, қан тамырларының және капиллярларының қабырғаларын нығайтады, тыныс алу жүйесінің ауруларын емдейді, қырылдауды және жөтелді азайтады, онкологиялық аурулардың алдын алады, ДНК-ны мутациядан қорғайды, салмақ жоғалуына ықпал етеді, менопауза кезіндегі ауырсынуды жеңілдетеді, сүйектер мен тістерді нығайтады, жасушаларды ерте қартаюдан қорғайды, теріні, шашты және тырнақты жақсартады. Ескере кететін жайт, кивиді 3 данадан артық жеуге болмайды. Егер де сіз диетада жүрсеңіз, онда сіз өз дәрігеріңізбен және диетологыңызбен кеңес алуыңыз қажет.